Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Біріккен ұлттар ұйымы Бас Ассамблеясының 76-шы сессиясында бірнеше дерек келтіріп қателесті. Елде депутат Дархан Мыңбай айтқандай, арақ ішетіндер көп пе, және осы аптада жарияланған басқа да материалдарға бірге шолу жасайық. Жақында адам құқығына байланысты жиі сыналатын Қазақстан Біріккен ұлттар ұйымының адам құқықтары жөніндегі кеңесіне мүше болды. Мысалы, Human Rights Watch кандидаттар арасында кеңеске мүше болуға лайықтысы аз екенін айтып, Қазақстандағы жағдайды сынаған. Ал кеңеске кірмес бұрын президент Қасым-Жомарт Тоқаев Біріккен ұлттар ұйымының Бас Ассамблеясының 76-шы сессиясында әлем және Қазақстан туралы бірнеше дерек келтірген. Фактчек KZ президент сөзін тексеріп көрді. Дүниежүзілік банк пандемия әсерінен 120 миллионға жуық адам кедейлікке тап болғанын жазды, және 2021 жылдың соңына қарай 150 миллионға дейін өсетіні күтіліп отыр. Президент осыны меңзесе керек. Қазір әлемде өте кедей деңгейде өмір сүріп жатқан адам санын нақты айту қиын. Біріккен ұлттар ұйымы 2010 жылдан 2019 жылға дейін кедейлік деңгейі 14%-дан 7%-ға дейін төмендегенін айтқан. Демек, 2019 жылы әлемде 7 миллиард 713 миллион адам болса, оның 547 миллион 600 мыңы өте кедей деңгейде өмір сүрген. Әлеуметтік желіде америкалық дәрігер Райан Коулдың вакцина салдырғандар арасында қатерлі ісіктің 20 есе ұлғайғаны жайында айтқан сөздері тарап кетті. Дәрігер ақш-дағы жағдайды баяндап, қатерлі ісіктің көбейіп жатқандығын айтады. Бұл ақпарат біраз антиваксерлерге демеу болды. Ал ендеше ақпараттың рас өтірігін бірге тексеріп көрейік. Біріншіден, егер расымен де вакцина салдырғандардың арасында қатерлі ісік көбейіп жатса, денсаулық саласына байланысты қандай да бір халықаралық ұйым дабыл қағар еді. Алайда біз дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымынан, халықаралық қатерлі ісікті зерттеу агенттігінен, ақш ұлттық қатерлі ісік институтынан, я болмаса ақштың ауруларды бақылау және алдын алу орталығының сайтынан ешқандай да ақпарат таппадық. Екіншіден, Райан Коул мәлімдемесіне Lancet журналында жарияланған британдық Фрэнсис Крик институтының зерттеуіне жүгінеді, бірақ ақпаратты дұрыс жеткізбейді. Қорытындылай келе, Райан Коул Lancet журналына шыққан зерттеуге сілтеме жасап, мәлімдеме жасағанымен ақпаратты бұрмалап жеткізеді. Қазақстанда арақ ішетіндер көбейді ме? Дәл осындай мазмұнда депутат Дархан Мыңбай қазақстандықтар туралы біраз дерек келтірді. Фактчек KZ депутат сөзін тексеріп, қаншалықты шын сөйлегенін анықтады. Статистика комитетінің мәліметі бойынша, еліміздегі коронавирусқа қарсы карантин мезгілінде арақ, ликер өнімдерін тұтыну мөлшері 21,5%-ға, 2020 жылы қаңтар-қарашада 35-те 7 миллион литрге өскен. Проценттік көрсеткіш туралы айтқанда, депутат қай уақыт аралығын меңзеп отырғаны белгісіз. Алайда статистика бюросының жазуынша, былтыр қаңтар-қараша аралығында арақ, ликер өнімдерін пайдалану алдын ала дерек бойынша 35.702 мың литрді құраған. Ал 2019 жылмен салыстырғанда 24%-ке көп болғаны рас. Бірақ бюрода бар ақпарат әлі нақтыланбағандықтан және депутат алдын ала деректерді келтіргендіктен техникалық қате деген үкім қойдық. Осы аптада фактчекерлер назарына іліккен ақпараттар осы. Біздің әлеуметтік желідегі парақшаларымызға тіркеліңіздер. Шындыққа әркімнің ақ бар таласы.